Сәлеметсіздер ме, біздің сүйікті тыңдармандар? Ертегі адам жанын тазалыққа, пәктікке, ғажайып пен сиқырға бөлейтін ұлы тәрбие құралы. Әрбір ертегінің қойнауында үлгі алатын түрлі оқиғалар, кейіпкерлер мен астарлы мысалдар кездеседі. Бүгін мен сендерге сондай ғибратты ертегілердің бірі кішкентай бақаның шым шытырық оқиғасы туралы баяндамақпын. Ендеше менімен бірге таңғажайып ертегілер әлеміне бірге саяхат жасайық. Келістік пе? Алматы мемлекеттік қуыршақ театр репертуарында бүлдіршіндер есінде сақталатын ерекше кейіпкерлер қатарындағы кішкентай бақашықтың орны ерекше. Бақашық өзінің отбасымен су астындағы балықтардың әуелеген әсем әнімен тербеліп, ғажайып сұлулығына тамсанып, қызықты оқиғаларға куә болып өмір кешеді. Ол өзі өмір сүретін ортаның әрбір жаратылысына қызығушылықпен қарап, танып білуге құштар болады. Су астымен таныс болған соң, құрлықтағы тіршілікті көргісі келеді. Құрлықтағы өмірдің өзгешелігін түсінген соң, аспан үсті еліне сапар шегуге, ай мен жұлдыздарды жақыннан тамашалағанды арман етеді. Балалар, сендер білесіңдер ме? Айналаны танып білуге деген құштарлықтың болуы табиғи заңды құбылыс. Сол себепті өздеріңді қызықтырған сұрақтарға толыққанды жауап табуға тырысуда білімге, ғылымға талпынудың белгісі екендігін ұмытпаңдар. Болып жатқан құбылыстарға бей-жай қарамау, себебі мен салдарын түсіну арқылы сендер танымдық қабілеттерінің артуына жағдай жасайсыңдар. Уақыттарыңды тиімді пайдаланып, жұмсауға әдеттенесіңдер. Білімге құштар болу арқылы көкжиектеріңді кеңейтіп, тұлғалық қалыптастыруды дамытасыңдар. Сондықтан сұрақтарыңа жауап табудан, білмегендеріңді сұраудан еш уақытта қысылмаңдар. Ал біздің ертегіміздің бас кейіпкері кішкентай бақашық арманына жету жолында айға ұшуға бел буады. Мақсатына қол жеткізген ол аспан үсті әлемде шым шытырық оқиғаларға тап болып, ай ғаламшарының ғажайып туындыларымен танысып, естен кетпес сапар шегеді. Сапарда ол ай тұрғындарымен түрлі оқиғаларды бастан кешіріп, сұлулықтарына сөз жетпес ай періштелерінің әсем әні, көрікті келбеті мен көркем бейіне куә болады. Олармен айырылмас дос болған бақашық керемет би мен әнді бірге шырқап, қызықты сәттерді өткізеді. Өнерге деген қызығушылығы артып, аспан әлемдегі ән айтуға жаны құмар қырлатты досын музыкалық сауаттылыққа үйретеді. Балалар бақашық сынды асқақ армандар мен маңызды белестерге жету үшін тек қана мақсатшылдық пен қызығушылық аз етеді. Су асты, аспан үсті әлемінде де, құрлықта да бақашықтың кез келген тұрғынмен тез тіл табыса білуінің сыры көркем мінез бен сыпайы қарым-қатынас, кішіпейілділік пен сыйластық. Білім мен мінезді дұрыс қалыптастыра білгенде ғана сендер тұлға деген атқа қол жеткізесіңдер. Әрбір істеріңнен қорытынды шығарып, әділді, ақылды тұлға болып қалыптассаңдар, адамдықтың биік шыңында тұрасыңдар. Достықтың өмірдегі маңызы өте зор. Бақашық су асты әлемінің тұрғындарымен қандай жақын дос болса, аз ғана уақыт ішіндегі сапарында аспан үстіндегілермен де қимас досқа айналды. Кейіпкерлерді бір-бірімен дос болуға, қамқорлық танытуға, қиын сәтте қол ұшын созуға үйретті. Ал бұл қасиеттер адам бойындағы ең қажетті маңызды болып табылады. Кішкентай бақашық өте мейірімді де алғыр, достық пен таныстыққа жаны құмар, кез келген қиын жағдайда ақыл мен әділдікті қатар үйлестіре білетін, тек жақсылықты ту етіп, діттеген мақсатына жете білетін кейіпкер. Көлдің бетін мұз басып қатқанша өз мекеніне оралуы тиіс бақашық аспан үсті достармен қимай қоштасып, сыйлыққа алған қанатымен құстай ұшып, өзін асыға күтіп, алаңдап отырған туған өлкесіне оралады. Достар, Алматы мемлекеттік қуыршақ театрының репертуарында сендерге арналған тағылымды да тәрбиелік мәні зор қойылымдар қатары өте көп. Сендер бүгін солардың бірімен ғана таныс болдыңыздар. Алдағы уақытта сендерді қуыршақ театрының тұрақты көрермендері қатарынан көреміз деген үлкен сенімдеміз. Ал енді дәріс бойынша 3 бірдей сұрақ қоям. Біріншісі, кішкентай ғана бақашықтың аспан үсті әлеміне қызығушылығының сыры неде?
Екіншісі, бақашық аспан үстінде қандай достар тапты? Үшіншісі, бақашыққа аспан үстіндегі жаңа достары қандай сыйлық сыйлады?